Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Көп адамдар сұрап жатады, мен Америкаға баратын болсам, жұмыс бар ма дейді. Болмаса, қазіргі кезде Трамптың жағдайына байланысты не болып жатыр, қазақтарды қуып жатыр ма деген секілді. Осы сұраққа бір кішігірім қалай бар, солай жауап берейін. Ең бірінші, Америкаға баратын болсам, маған жұмыс бар ма деп жатады. Баратын болсам емес, ең бірінші адам визасын алып алу керек. Содан кейін барып, ұшып барғаннан кейін барып табылады жұмыстың барлығы. Сіз Америкаға виза алды екен деп, немесе Америкаға қазір келе жатыр екен деп, жұмыстардың бәрі бітіп қалып, жұмыс берушілердің бәрі ешкімді жұмысқа алмай, пәленше түгенше ойбай келе жатыр екен деп үйтіп күтіп отырып басқа нәрсе болмайды. Ешкім сізді бұл өмірде барсыз ба, жоқсыз ба, никому не важно. Баратын болсам, андай болсам емес, адам деген бірінші визасын алып алу керек. Виза алғаннан кейін барып, уже ойланасыз. Барам, бармайым, жұмыс істеуге барам, қыдыруға барам, басқа да деген нәрселер. Келесі, Америкада Трамп қазақтарға үйтіп жатыр екен, қазақстандықтарға андай екен, мұсылман мемлекеттері басқа екен деген секілді сұрақтар өте көп. Мен қазір енді айтпаймын сіздерге мұсылман мемлекеттері қандай елдерге, ол Судан, Ирак, Иран секілді бір мемлекеттерге запрет қойды, анау мынау деп үйтіп айтып отпаймын. Айтқым келетін нәрсе кішігірім. Біріншіден, Трамп Қазақстан туралы, скорее всего, ол білмейді, қай жерде екенін біледі, точка екендігін, ол елдің астанасы қандай, президенті кім, ондай нәрсенің барлығын білмейді. Сіздер көріп отыратын Трамп үйтті деп, Тоқаев қандай хат жазды, жәлдегі салықты көтермекші екен деп бүкіл елдерге жазып жатыр ғой. Ондай нәрсені ол Трамптың басына да келмейді, ол қасында көмекшілері бар, аппараттағы адамдар бар, соған күніге бір нәрсе жазып беріңдер дейді, соны жазып беріп, ол өзінің твиттеріне болмаса социальный сеттеріне сөйтіп салып отырады. Ол мен 100% білем, Қазақстан астанасы қандай екенін де білмейді, қандай ел, қанша миллион адам тұрады бұл жерде. Вообще оған. Ал егенде елге қайтарып жатыр, иммиграция, иммигранттарды қысып жатыр деген мәселе, тоже ол Қазақстан бар ма, жоқ па, ондай нәрсе мүлдем білмейді. Бұл жерде Америкада мынау проблема, вообще Трамптың көзқарасындағы, бұл Латинская Америка. Ол жерде 1 миллиард адам бар. Бүкіл ол Мексика, Колумбия, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Гондурас, анау бас, көп, короче, осындай. И ол жерде 1 миллиард адам сондай тұрады, Латин Америка, испаноязычный. И Америкамен олар шектеулі, шекарасы бар, Мексика арқылы. Мексика арқылы ана жерде границалар жоқ, кәдімгі джунгли, Америкамен границасы бар. И проблема в том, что Трамптың көзқарасынша, олар сол заборды асып, неғып келе алатын адамдар. Егер де Трамп қазақтарға, иммигранттарға андай екен деген сөзіңіз рас болушы еді, егер де Америка бір Ресейдің орнына бізбен шекаралас болса, онда Қазақстан Трамп үшін проблема болатын еді, шекаралас жатқан ел. Но сіз ол бәрі бар, ол нелегально болып, джунглиді асып, Мексика арқылы қазір бара алмайсыз ол жерге. Мүлдем ол мүмкін емес ол. Поэтому сіз по-любому виза алып барасыз. Виза алып барасыз, ал поэтому нелегальная иммиграция деген нәрсе ол сізге вообще қатысы жоқ ол. Кәдімгі ол нелегальная иммиграция болса мақұл екен, бір ол вообще сізге ол айдалада космос, Сатурн, Юпитерде тұрған нәрсе. Сіз по-любому виза алып барасыз. Ал виза алу, алмау, ол нелегальная иммиграция, иммигранттарға қатысты, басқа да нәрсеге мүлдем қатысы жоқ нәрсе. Сізге беретін визаның өзі не иммиграционный виза болып табылады. Поэтому және де Америкаға қалып, жұмыс істеп, ондай нәрсе жасайтын болсаңыз, сіз тек қана легально иммиграционный способтар бар. Міне мемлекет бекіткен, былай істейсің, былай істейсің деп, және бізде EGOV деген сайт бар, сол секілді Америкада да сайт бар, usasgov.com деген. Сол сайтқа кіріп, сол жерде қандай требования, қандай талаптар қойған, соны жасап, сөйтіп қана легализация жасайсың. Поэтому придумать етпей қою керек ондай нәрсенің барлығын, и ондай сұрақтардың өзі де нецелесообразно. Ол жауап берудің өзі де бір негізсіз, жауап берудің өзі қате болып табылады. Сол себепті осындай. Поэтому
ақпарат достарыңызбен бөлісіңіздер. Сол сіздермен болғанмен сайлауға әбден давайте.